Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың бауырым, амансың ба? Жақсымын, өзің ғой. Аллаға шүкір. Енді жалпы Ысқақ мырза сол жерде енді біраз мәселе айтқан кезде негізі мен сол кезде исламдан негізгі моральный дәрежені дәлелдеп бергем да. Содан кейін в общем ары қарай сендерде басқа нәрсе бұрылып кетті әңгіме ше. Сол кезде, короче, руханият жайында айтылды. Руханиятта бізде қандай дәрежелер бар, руханиятта сондай бір кемел дейді ғой, толыққанды бір моральный керемет адам болу, иә, кемел адам болу, сондай дәрежеге жеткен адамдар бар туралы айтқан едім да сол кезде. Абайдың кемел адамы ма? Кім? Жоқ, абай емес. Жалпы сондай адамдар бар. Статистика бойынша жаңа мұсылмандардан жаман адам көп па или мұсылман еместерден ба деген сияқты сондай шамалап сөйлескенбіз ғой сол жерде ше. Сосын? Сосын сол кезде сен сол кезде ештеңе айта алмадың, шынын айтайын. Болады, иә, айта алмай қаламыз ғой. Иә, сол кезде, короче, мен айттым. Мен жарайды айта алмаған шығармын. Сен не айтқаныңды қайтадан ести. Мен сол кезде статистика бойынша жалпы мұсылмандықты, яғни 200-лікті емес, енді шынайы мұсылмандықты ұстап жүргендермен жалпы басқа діндегі мейлі мен қадалып бүйтіп атеист бөлек әңгіме, яғни олар сондай деп кінәламаймын. Бүкіл жалпы қарайық, мұсылман және мұсылман еместер деп, сол мұсылман еместердің қылмысы көп па, адамзатқа зияны көп па, жоқ әлде мұсылмандардың ба деп сондай әңгіме болды да. Статистика бойынша енді жалпы мұсылмандықта проблема көп деген әңгіме болып отыр ғой қазіргі Қазақстанда, жалпы бүкіл әлемде дейікші, сондай бір идеология жүріп жатыр қазір. Бір жағынан политика жүріп жатыр, жан жақтап. Сондықтан салыстырып көру керек деген кезде оны енді ешкім шығарып бере алмайды точно да. Бірақ жалпы статистикаға қарап, сол мұсылман елдеріне қарап деген сияқты, иә, сөйтіп шығаруға болады ғой, дұрыс па? Сен мұсылман мен мұнафиқты қалай анықтайсың? Ол жерде мұсылман мен мұнафиқты біз енді 100% сыртына қарап ажырата алмаймыз ғой. Бірақ мұнафиқтардың бір белгісі бар, оны қалай былай білуге болатынша. Аяtul munafiq саласа дейді, ида хадаса казиба, ида тумина хана, ида ваада ахлафа дейді. Мұнафиқтың 3 белгісі бар дейді. Сөйлесе өтірік сөйлейді, аманат берсең аманатыңа қиянат жасайды. Мен даусым естіліп тұр ма? Иә. Жалпы сол мұнафиқтың белгісі 3 деп хадисте келген ғой, сөйлесе өтірік сөйлейді, аманат берсең аманатқа қиянат жасайды, жаңағы уәде берсе уәдесінде тұрмайды деген сияқты. Сол жағына қарауға. Мұсылмандардың біразы мұнафиқ қой онда негізі. Енді қараш, сол жағынан кішкене қарауға болады деп атқаным ғой, 100% деп. Ол жағынан қарайтын болсаң, мен осы тиктоктан мұнафиқтарды танимын бір-екеуін. Өздерін мұсылманбыз деп қазір жердінеге жар салып, қазір атеистерді жамандап отқан бір-екі мұнафиқ бар. Бірақ өтір көп болады. Азамат пен муслим деген мұнафиқтар. Мұнафиқ дегенде ол жерде андай ғой, амали да, андай сырт көрінісі, яғни амал тұрғысынан мұнафиқ. Ал енді екінші түрі бар, ол ақидаи дейді, ол дінде жоқ мұнафиқтар бар. Екі дін ұстап жүре беретін бар ма? Мұсылмандардың арасында мұсылман болып, басқа діндердің арасына барса, басқа дін ұстап деген сияқты. Жалпы мейлі қайсысы болсын жаман, иә? Екеуі де жаман, екеуі де проблема, екеуі де мұсылмандарды артқа тартатындар ғой енді. Жалпы сөйтіп қарайтын болсақ деп атқаным ғой, жалпы исламның әмірлерін орындап, исламда тиымнан тиылып жүрген адамдарды қарап, және де қалған адамдарды қарайтын болсақ, статистика бойынша өзіңнің ойыңша қалай болады? Ондай статистика шығара алмайсың ғой?
деп ойлайсың? Конечно. Қазақстаннан шығарсаң, қазір сендер ұтылып қаласыңдар. Скорее всего. Яғни ондай статистика шығару мүмкін емес, иә? Статистикада жеңіліп қаласың деген кезде сонда мұсылмандар көп деген мағынада айтып тұрсың Қазақстанда, дұрыс па? Жоқ, былай алшы, түрмеде отырғандарды ал, процентный соотношениемен мұсылмандар проценті көп па, түрмеде отырған атеистердің проценті көп па? Вот именно мен атеист мәселесін көтерген жоқпын ғой. Енді Тек қана атеист деген жалпы айтып жатырмын да. жалпы айтқанда кімдер? Мұсылман және мұсылман еместерді. Мұсылмандарды көтер, сосын басқа діндегі, басқа сенімдегі не мұсылман еместерді көтерді, процентный соотношениемен шығар. Аха. Бірақ намаз оқыған қызық емес. Оқиды оқымайды. Білмеймін енді, оны қолдансаң, оны қолдан. Енді намаз оқымағандарды мұсылман қатарынан шығарасың ғой онда. Жоқ, мен айтып отырмын амал ететін деп. Амал ететін, толыққанды әмірлерді орындайтын. Амал етпеушілер, онда амал етпеушілерді мұсылман категориясына кіргізбей тұрамыз. Кіргізбей тұрамыз дейсің ба? Солай ғой енді сенікі. Енді мен оны білмеймін, мысалы, 100% мысалы кім мұсылман, өйткені олардың көбісі деп айтамын да, біразы дейінші, көбісі демей ақ қояйыншы. Мұсылманбыз деп айта береді, бірақ мұсылман еместер деп бар да ішінде. Сен мысалы кеше келіп саған қанша жігіттер сөйлеп жатыр ғой, мен негізі ойланып жүр едім, ондай жетеді ғой бізде. Сендердікі мынандай әңгіме ғой. Сенікі мынандай әңгіме ғой. Сен айтып отырған нәрсе нағыз шотландық емес деп аталатын логикалық қателік та. Ол логикалық қателік болған бойынша біреу бүйтіп айтады, біреу отырып бүйтіп айтады. Шотландықтар, қазақтармен ауыстырсақ, қазақтар ешқашан ұрлық жасамайды деп айтып отырады да, біреуге соғып отырады. Сөйтсе телевизордан жаңалық шығады да, бір қазақтың ұрлық жасағаны туралы. Анау тұрады да, мынау шынайы қазақ емес дей салады. Сенің айтайын деп отырған әңгімең сол ғой, қысқасы. Мұсылмандар жамандық жасамайды, бірақ бір мұсылман жамандық жасап қойса, жоқ, бұл шынайы мұсылман емес, бұл амал етуші емес, бұл жаңағы мұнафиқ, бұл өтірік мұсылман деген сияқты сөйтіп сырғыта салу да, ол болмайды ғой. Жоқ, енді мен оны сырғыта салу деп жатқан жоқпын, мен саған былай айтып жатырмын. Сен түсінбей жатсың, сөзді негізі жалпы амал етіп жүрген, толыққанды, яғни Құдайдың парыздарын орындап жүрген, тыйым салған нәрседен тыйылып жүрген дерді және де басқа адамдарды есептейік деп жатырмын. Шынайы исламның бет бейнесін мен айтып жатырмын. Қылмысын алайық, есептейік, көтерейік, мысалы. Сөйтіп көрейік, есепке салып. Ровно мысалы бүйтейік. Мысалы жалпы елімізде қанша мысалы намаз оқып жүрген болсын, жаңағы тек намаз оқу емес шарт, яғни харам істеп жүрмеген, жұрттың көзінше харам болған, алла тағала тыйым салған нәрсені істемей жүрген адамдар, және де сол тыйылып, және де барлық парыздарды орындап жүрген адамдардың санын шығарып, мысалы сөйтеміз да дәл сонша адамды аламыз, басқа мұсылман еместерді. Ладно, Абдулла, сен андағына бүйтші, бір сол зерттеуіңді полный жасап, дайын неңмен кеш, статистикамен ше. Жоқ, қарасаң, жоқ, сөйтіп істепсең қалай ойлайсың деп жатыр. Енді істесе соны істеп, жаңағыдай шығарып, оны неге бер, рецензированияға бер, статистиканы зерттейтін адамдарға бер, сенің статистикаң, выборкаң дұрыс па, дұрыс емес па, қаншалықты честный, нечестный, адамдарың рас па, өтірік па, сондай тексерістің бәрінен өткіз, оформить етті, содан кейін алып кеші, давай, научный журналға статья алып шығарды, сөйтіп алып кеші, содан кейін сөйлесейік, давай. Отырып алып, қашқан болып есептелесің ба сонда? Енді жоқ статистика үшін туралы сөйлесеміз бе қазір сонда? Жоқ, әлем бойынша ше, ондай жоқ па қазір сонда? Білмеймін, бар болса тауып кеш. Жоқ, сен өзің ойланып, немесе көз алдыңда дәлел ретінде жүрген жоқсың? Бұл аргументті сен айтып отырсың, сен бүйтші, жақсы рецензированный несі жоғары, ғылыми авторитет жоғары журналдардан сондай статистикаларды алып келсей, сосын соған қарап бізге айт, мен іздеп қарайын. Қазір жоқ статистика туралы не сөйлесеміз деймін? Жарайды.
Жоқ, проблема емес. Болды онда. Бұл статистиканы зерттелгеннен кейін сөйлейді. Бірақ басқа нәрсе айтайыншы, mesela бір нәрсе айтайыншы. Басқа. Айт, иә. Жақсы, бұл нәрсе кетті енді. Былайша айтқан кезде, сен бұл нәрсе сенің алдыңда болғанда сен айтар едің. Егер алдыңда дайын нәрсе болса, дұрыс па? Дәлел болса, дұрыс па? Бар нәрсеге қарап айтасың ғой. Иә, бар нәрсе болса айтатын ең. Мен бұған айта алмайсың. Мен бірақ уверен айта аламын. Біз жақ 2 есеге, немесе 2 есе деген қате болады, мысалы 100-ден 80%. Уверен айтудың өзі ғылымға қарсы нәрсе да ол. Енді ол дәлелденген нәрсе ғой, енді бізде де. Сен дәлелің қолыңда жоқ, бірақ уверен айтасың да. Жоқ, тарихтан қарап айтқам ғой. Тарихта қандай опрос жүргізесіңдер ме? Жоқ, алдын айтып едім ғой. Тарихта қанша, мысалы, замандағы қанша сондай авторитеттер исламда мықты, жаңағыдай аты шыққаны бар, шықпағаны бар ғалымдар, тақуалар сияқты зерттелген деп ше. Соларға қарап айтып жатқаным ғой. Білмеймін, соны енді бір документальный бір статья бірдеңе түрінде алып келсең кішкене әдемі болады да. Иә, болды, оны проблема емес, просто сен өзің көзқарасың қалай деп айтама деп ойлағым ғой. Мейлі, ол жағын енді екеумізде де нақты дәлел болмаған екен, айтқан дұрыс болмайтын шығар. Жарайды, енді қарада исламдағы проблемалардың екеуін айтып бере аласың ба, ең негізгі? Исламдағы деп айтайын ба, жоқ әлде ислам ұстанып жүрген адамдарда ма, қоғамға зиян келтіретін, немесе адамзатқа қастық, дұшпандық жасайтын деген сияқты. Зиянын айтып бере аласың ба? Исламнан, немесе исламдағы мұсылманнан? Жоқ, мұсылмандардан бір үлкен зиян бар деп айтамын, бірақ саяси орнығатын болса, шариғат деген қиын нәрсе ғой негізі. Соны айтып тұрмын ғой, мен саған айтып тұрмын ғой, шариғаттан деп. Ислам деген зиян, діннен шыққан адамды өлтіретін зиян. Сол зиян, иә? Біріншісі. Одан кейін дінде жоқ адамды малдан төмен көрсететін, вот сол зиян да. Ана кімдер сияқты, мысалы, мұсылмандардың ғана өмірде қадірі бар, қалғандардың өмірінің еш қадірі жоқ дейтін, вот сол зиян. Екеуі осы, я пока, иә? Көп, мысалы, әйелдің дауысы жарты дауыс дейтін зиян, жаңағы зина жасадың деп айыптап таспен ұрып өлтіріп тастайтын зиян. Жақсы. Естіліп тұр ма даусым? Суретке тиым салатыны зиян, музыкаға тиым салатыны зиян. Жақсы, бірінші сенің айтқаның жаңағы не жайында, мұртат болды деп, діннен шықты деп өлтіруге. Дұрыс па? Иә. Мұртат болды деп өлтіру жалпы қоғамға зиян деп айтып жатсың ба? Қоғам емес, жалпы адамға зиян ғой. Бір ойын өзгертті екен деп адамды өлтіре берсең нең қалады? Жалпы енді қарада, бұл жерде ойын өзгертті екен деп өлтіру жазасы деген кезде мұртаттарға бұл нәрсе не үшін айтылады? Бұл жаза не үшін қолданылады деген кезде, мысалы, әрбір мұртат діннен шығар кезде өзі шешім қабылдайды. Өзі шешім қабылдайды. Жаңағыдай мен осы исламды тастаймын дейді, исламды ұстамаймын дейді. Және де сол исламнан кеткеннен кейін жаңағыдай мен басқа дінді ұстаймын деп өзі шешім қабылдайды. Өз еркімен таңдау жасайды. Дәл сол сияқты, мысалы, бұл халифат орнаған жерде қолданылатын жаза. Дәл қазір жоқ ол жаза. Негізі, халифат орнатылған жерде қолданылған жаза. Енді Аллах және оның елшісін, былайша айтқан кезде, мазақ қылумен бірдей да бұл. Діннен шығып кетсең, мазақ қылу, иә? Әрине. Мысалы, дінді ұстанып жүрген адам, исламды өз ақылымен коммунистік партияға қатты ұқсайды, байқадың ба? Қай жағынан ұқсайды? Баяғыда партиядан шығу өліммен тең еді ғой. Бәлкім олардың саясаты сондай бір не болған шығар? Коммунизмге қатты ұқсайсыңдар, Ленинді ата-анасынан артық жақсы көретін еді, сол заманда Сталинді, көсемдерді,
партиядан шығу деген өлім болатын да, ол заманда партиядан шыға алмайсың. Тура сондай саясат болып тұр ғой енді сендерде де. Енді қара, мысалы өзінің елін сатқан адамға қандай жаза лайық? Елін, жерін, отанын. Елді сату деген сонда діннен шығып кетсең, елді сатқан боласың ба? Дінні сату ғой енді. Дінін сату сонда мен бір партиядан шығып кетсем, сол партияны сатып кеткен боламын ба? Енді келісім шарт қандай болды? Соған байланысты ғой. Мысалы сен қара. Келісім шарт, есі дұрыс адам ондай келісім шартқа қол қоя ма? Мен мына партияға кірем, бірақ шығатын болсам мені өлтіріп тастаңдар деп, сондай келісім шартпен біреу кіре ма партияға? Бәлкім кіреді. Бар ондай. Болған. Бәлкім. Меніңше есі дұрыс адам ондайға кірмейді, подписаться етпейді. Енді қара, сен Қазақстан демей-ақ қояйын, кез келген бір елдің құпия құжатын сақтайтын жер жұмыс істейсің. Және де ол құжат. Сен Қазақстанның паспортынан бас тартсаң, сені өлтіріп тастай ма? Жоқ. Ол отанды сатуға жата ма? Паспорттан бас тарту ма? Иә. Жоқ. Вот көрдің бе? Дәл сондаймен бірдей деп жатырмын. Отанын сатып, жоқ, енді сен аналогия келтірсең, мысалы, просто адам діннен шығып кетті, мысалы. Иә, ол сататындай не істепті сонша? Енді қара. Мысалы, бір елге құпияны ашу сияқты, немесе анау бір елде қамалдың есігін ашып беру сияқты кезінде отырарды ашып берген деген тарихи дерек бар ғой. Қылмыс ондай нәрсе емес қой. Сен діннен шыққан адам, сендердің іштеріңде жасырып бірдеңелеріңді біліп қоя ма? Сосын айта бересің. Хорошо? Мен айтып түсіндірейін. Сен қара, қақпаны ашып берумен салыстырайын деп отырсың ба сонда? Әрине салыстырам. Сонда сендердің жауып отқан діндерің сендердің жабық организация ғой, иә? Неге жабық? Жабық организация, ішінде жасырып отқан құпияларың бар, діннен шыққан адам сол құпияны елге жай жүру мүмкін ба? Жоқ, сен түсінбедің. Қара, сонымен тең дегендегі мақсат, Аллахтың дінін мен қабылдаймын, Мұхаммед саллаллаху мен елші ретінде қабылдаймын, мен бұл дінге бағынамын 100% деп мойындап, исламға келіп, енді ұнамай қалды, мен кетемін деу, мысалы, өйткені Аллах тағаланың дініне кіріп тұрып, енді сен керек емессің деп айтумен бір дейді. Сен енді дінің мен үшін трәпкі деген сияқты, мысалы. Енді сен қоса бересің ғой, трәпкі деп өтірік өз аузыңнан, трәпкі. Қазір айтатын шығарсың, пайғамбарларың, ананың бәріңді посылать етіп, жоқ өйтіп емес, просто діннен шыққан адам, ренжімеңдер, мен діннен шығамын деп шыға салуы да мүмкін да. Дін ол саған бір партия емес қой, жаңа сен айтпақшы. Енді не? Қалған уақытында кіріп, қалған уақытында шығып. Онда сендер, онда Құрамда дінде зорлық жоқ деген әңгімелерің онда өтірік қой онда. Дінде зорлық жоқ деген қай жағынан айтылған? Дінде. Мысалы, дінге кірмеген адамға зорлық жоқ. Түсінесің бе? Дінге кір деп. Кірсең бітті, шықпайсың. О, кірген кездегі ол үкім бар ғой енді. Үкім бар ғой. Кіргеннен кейін сен как будто бір мысалы бір заңға не істеген сияқтысың ғой, заңға қайшы әрекет жасаған сияқтысың ғой, мысалы. Мына заңда бұзсам, осындай қамалам деген сияқты. Сен базар жоқ, сен дінге кіретін кезде ескертесіңдер ме кіретін адамдарға? Не деп ескертеміз? Исламға шақырасыңдар ғой адамдар, сол кезде айтасыңдар ма, біздің дінімізді киіңіздер, біздің дініміз өте мейірімді дін, мейірімділігі сондай, біздің дінімізге кірсеңіздер шыға алмайсыздар, шығамыз десеңіздер бастарыңыздан айырылып шығасыздар, келіңіздер, керемет біздің дініміз деп айтасыңдар ма? Ол біздің заманда жоқ қой, қазір халифат жоқ. Жоқ, халифатта тұрсаң сөйтіп шақырасың ба дінге адамдарды? Енді үйтіп шақырмайды ғой, бірақ түсіндіреді ғой. Олай шақырмау деген алдау ғой, онда не договаривать, ол тоже алдаудың бір түрі да. Мысалы, дінге кірген, исламды қабылдап жатқан адамның бәріне исламнан шығатын жол жоқ екенін айту парыз ба? Айтылады. Ол халифатта айтылады, ол проблема емес. Бірақ жалпы діннің қандай екені айтылады ғой. Жалпы дінге қалай кіру керек, қалай шыққанда не болады, бәрі ол 100% айтылады, проблема емес. Сен айтып отқан бір үлкен катастрофаға жібердің ғой. Әрине катастрофа. Адамды ойын өзгерткен үшін өлтіріп тастаймыз деу, әрине катастрофа ол. Ойын өзгерткен үшін емес, белгілі бір дінді қабылдап, бүкіл жаңағыдай исламға келіп,
келіп тұрып мен енді керек емес мына дінің деп алла тағала мен пайғамбар мазақ еткенмен бірдей болады. Сол Дұрыс. үшін белгілі Енді туралықтан тура жазасы. енді тура осы ережеңді қолданатын болсақ, өз дінін Иә. тастап исламға кіруде алдыңғы дінін сату болып саналады ғой. Ол біз үшін ондай емес қой. Ол неге олай болып есептелу керек? Жоқ, ол алдыңғы дінін сатып кетті мысалы, өзінің алдыңғы ұстанып жүрген дінін сатып Иә. кетіп, сендерге келсе, сатқындарды қабылдайсыңдар ма? Ол сатқын емес қой. Вот именно адасқаннан тура жол келіп тұр ғой. Ойбай, ол сатқын емес, сендер де сатқын. А басқа жақта болса, ол шығып келсе, ол нормальный сатқын емес. Қандай стандарт сендерде? Америкадағы мысалы бір штаттың несін қолданасың ба заңын өзіңе? Мысалы ол жақтағы заң мен біздің заңын салыстыру келмейді ғой, сол сияқты ол да. Жоқ, сен жаңа өзің мысал айт деп айтып отыр едің ғой, ана қақпаны ашып берсе деп. Сен сонда өзіңнің еліңнің қақпасын ашып берген адамды өлтіріп тастайды екенсің да, басқа елдің қақпасын ашып беріп келген сатқындарды қабылдап аласың. Жоқ, ол мысалы қараш, сен ислам дініндегі қағидаларды басқа дінде қолдана алмайсың ғой. Саған айтып отырмын, басқа жердегі заңды бірдей жағдай ғой просто. Ол да дінін сатып, ол ана дінді сатып сендерге келсе нормально. Бірақ сендердің діндеріңнен шықса, онда оны өлтіріп тастау керек. Ол біреудің дініне біздің үкіміміз жүре ма, жүрмей ма? Жүрмейді. Сен үкімің жүрмейді. Енді не проблема? Жүрмесе де сен честный болмайсың ба? Честный болған кезде исламның заңы бөлек. Сендер сонда дінін сатып кеткен, өз дінін сатып кеткен адамдарды смело қабылдап ала бересіңдер ме? Жоқ, ол сатып кеткен деп айтылмайды ғой. Адасқан діннен ақиқат дінге келу деп айтылады ғой. Жоқ, онда сендерден де шыққан адамдар мүмкін адасқанынан ақиқатқа кетіп жатқан шығар. Оған қандай не бар? Дәлелдер бар. Христиан басқа діндегілер сөйтіп айтатын шығар, мынау адасқан ақиқатқа шықты деп. Опять же жаңағындай өздерінің догматикаларың ба? Проблема емес, айтса айта берсін. Бізде қағида осы. Сонда сендер ой еркіндігін өлтіретін дін болып тұрсыңдар ғой. Ой еркіндігі деген қалай түсіндіресіз? Ой еркіндігі, адам өзі жаңағы бір неге кірді, бір нәрсені қабылдады, одан кейін ойын өзгертті, болды. Ойын өзгертуі сол ой еркіндігі, иә? Әрине, сен ойың еркін болмаса өзгерте аласың ба? Жақсы. Сенің ойыңша бір адам ер адам болып жаратылды, енді мен ойым өзгертемін, ер адам болғым келмейді, әйел адам болғым келеді десе, ойын өзгерткен болып есептеле ме? Иә. Ой еркіндігі болып есептеле ме? Әрине. Значит, сен үшін гомосексуализм деген сияқты ол нормально, иә? Гомосексуализм сендерге зиян тимесе нең бар ода? Жоқ, нормально ма деп атаймын. Табиғатта нормальный нәрсе ол. Жалпы нормально енді. Конечно, оны білесің ба, не үшін норма болып тұрған? Значит, сен үшін гей болу нормальный. Қара, мен өзім гей емеспін да, бірақ басқа адамның қара, Абдулла, мынандай да, мен өзім гей емеспін, бірақ басқа адам гей болатын болса, ол маған какая разница болу керек, айтшы. Жоқ, енді дұрыс қой, енді сен ештеңе деп отқан жоқпын, Ысқақ, просто сен ойыңды білейін деген ғой. Жоқ, дұрыс қой, енді қара, Абдулла, мен жарайды. Маған басқа адамның гей болғаны, ол оның өзінің шешімі нормально. Сен үшін неге нормальный емес, соны айтшы? Жоқ, мен оған бірдеңе дедім ба? Енді жоқ, сенің көзқарасыңды білейік та, сен үшін басқа бір еркектің гей болып кеткені саған қандай проблема создавать етеді? Мен үшін адамның табиғатын өзгерту, ол адамға жасалған қастандық деп ойлаймын. Саған жасалған қастандық па? Жоқ, адамның өзіне да. Жалпы сол адамның өзіне. Ол адамның өзіне қандай қастандық жасалды? Қандай қастандық деген емес, өзінің несін ауыстырып жіберу мүмкін ғой. Енді ол ауыстырды, сосын не қастандық болды оған? Өзінің табиғатын өзгертті. Қара, медицина бойынша, мысалы, табиғатын өзгертті, жарайды, өзгертті. Одан не қастандық болды оған? Қалайша сен денсаулығыңа қанша зиян келетінін білесің ба? Сен оны көрдің бе? Қара, сен Құдайға сенесің ғой, иә? Құдайдың алдында гомосексуализм дұрыс нәрсе ма, бұрыс нәрсе ма? Дұрыс емес. Дұрыс емес нәрсе. Жануарлар таңдау жасай ала ма, или олар өз бойында бар нәрсені ғана істей ме?
жалпы табиғатқа сай таңдау оларға ішіп жеуге байланысты сондай да. Дұрыс. Жануарлар Әйтпесе ақыли табиғатқа таңдау жануарлар Құдайдың жаратқан табиғатына сай өмір сүреді, дұрыс па? Иә. Онда жануарларда неге гомосексуализм бар? Жануарларда неге гомосексуализм бар дейсің ба? Иә, олар Құдай оларға соны беріп қойып, не көріп отыр ма? Концерт көріп отыр ма? Сонда сен сонда адамды жануармен салыстырып жатқан түрің ғой енді. Жоқ, қара. Адам жарайды, сендер адамды айтасың да. Табиғатта жоқ болатын болса, Құдайың оған қарсы болатын болса, неге жануарларды сондай қылып жаратып қойды ол? Ондай жаратып қойды? Иә. Жоқ, ақылы бар адамдарға, иә. Ақыл берілген. Жоқ, жануарларды маған түсіндіріп берші. Жануарлардағы гомосексуализмнің болуының себебін түсіндіріп берші. Оның себебін ешқандай талап етпейді, мысалы, ешқандай түсіндіретін ештеңесі жоқ. Оларға Құдайдың бойына салған нәрсесі ма? Иә, олардың жаратылысы сол. Алла Тағала жаратты. Демек Құдай жануарларға нормальный деп соны бойларына сап қойды ғой. Оларда күнә, үлкен күнә, кіші күнә, жауап беру, есеп қисап жоқ. Жоқ, есеп қисап жоқ болса да, жануарларға ол нәрсені Құдайдың салып қоюының себебі не деп ойлайсың? Себебі не деп ойлаған кезде, біздің жануарлармен айырмашылығымызды білу үшін. Бізде ақылымыз бар, иман деген нәрсе бар, соны білу үшін. Жотам. Сен сол жануарларға қарап білесің, соны? Не обязательно оған қарап, Құраннан білеміз біріншіден. Екіншіден, сен ойланасың. Еще жануар нәрсені істеп жатқанмен біздің айырмашылығымыз қандай екенін түсінесің. Құдайларың өзі жануарлардың бойына сол нәрсені салып қойып, еще соны тамашалап отырып, қызық көріп, сендер соны енді табиғатта жоқ әңгіме демекшісіңдер ма? Табиғатта жоқ деген жоқ қой мен. Мүлдем жалпы жаратылыста жоқ дедім ба? Табиғатқа қарсы деген әңгіме айтасыңдар ғой сендер? Адамның табиғаты дедім ғой. Осы жерде міне өзің сөзіңе жауап бер. Табиғатты өзгерту мәселесі. Қайсы жануар, қайсы хайуан өз жынысын өзгертті? Жауап берсеңіз. Жақсы. Гермафродит деген жануарлар болады. Жоқ, өзі өзгерткен. Мынандай жануарлар бар. Басында еркек болып жүреді, кейін әйелге ауысып кететін. Жоқ, мен оны айтып отқан жоқпын. Полный өзгерткен алып. Полный өзгертеді, қара. Басында еркек болып жүреді, сосын әйелге ауысып кететін жануарлар болады. Жоқ, өзінің полный алып тастап, өзі алып тастап. Енді сен мынандай ма, қара, жаңағы бір әңгімеңе сен ойладың да, типа, ойбай, мен жауап жоқ сұрақ таптым деп ойладың, сұрағыңды қойдың, жауабыңды алдың, енді дополнительный нелер қосып жатсың да, қашпа. Сенің сұрағың мынандай болды. Қай жануарды көрдің, жынысын өзгерткен дедің? Өзінің жынысын алып тастап, орнына басқа жынысты қойған. Қай жануар? Өзінің жынысын өзгерткен дедің ғой. Өзгерткен дегендегі мақсатым жасатқан деген мақсат еді. Енді қай жануар операция жасаған деген әңгіме айтайын деп тұрсың ба? Жоқ, операция жасай ма, басқа нәрсемен жасай ма? Енді қалай өзгертсе де маңызды емес қой, саған жынысын өзгерткен жануар керек па? Вот именно ақылымен, өз ақылымен. Ол жаратылысынан емес. В общем, мынандай былай десек, қай жануар клиникаға барған деген әңгіме ғой сенікі? Жоқ, білмеймін енді, сенің ойыңша қалай екен. Бірақ сөйтіп жасатқан жануарды айтты, сосын жауабыңды бер. Дұрыс, жынысын өзгерткен жануарлар дофига. Жасатқан, арнай. Жасатқан ба, операция жасатқан ба, ондай жануар жоқ. Иә. Сен салыстырып отырсың адаммен, мен де салыстырып отырмын. Сенің ойыңша. Операция жасатқан жануар жоқ. Болды ғой енді. Не дейсің? Неге операция жасатпайтын айтайын ба? Неге? Өйткені оларда клиника жоқ. Күшті жауап деп ойладың ба? Клиника жоқ, просто проблема. Клиника болмағаннан кейін олар өздері ауыстырып тастайды жыныстарын. Қайсы жануар дедің, соны точнее айтшы. Гермафродиттер десең дофига список шығады саған. Гермафродит? Иә. Немесе жынысын өзгертетін жануарлар десең саған тізіп әкеп береді.